Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, барша қазақстандықтар. Біз қазір Асыл Арна телеарнасының барша ұжымы, Алматыдағы бас кеңседегі ұжым, Шымкент филиалы, Астана филиалы бәрі кеше министрдің келуіне орай бас қосып, бүгін үлкен семинар тренинг өткізіп, соғын тойғаластырып жіберді қазақшалап. Алматының Алатаудың етегінде Табаған Сырғанақ кешенінде шаңғы теуіп жүрміз. Барлығымыз күн тамаша. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Осындай ғажайып біздерге мүмкіндік сыйлағанына, осындай нығмет берген үшін. Кейде біз бір Дубайға барған кезде, Малайзияға барған кезде сол жақты күшті сияқты көріп жатамыз. Негізі Алла тағала арабтардан да, әлемнің басқа халықтарынан да қазаққа артық нығмет берген да. Өйткені қараңызшы, қыстың рахатын сезініп шаңғы тебесің. Жаздың рахатын сезініп шомыласың. Көктемнің рахатын сезініп жасыл желекте гүл иіскейсің. Күздің рахатын сезініп жеміс жейсің. Енді былайша айтқанда жердің жәннаты ғой енді. Қазақтың даласы жердің жәннаты. Сондықтан бұны көрмеу, бұл нығметке шүкірлік етпеу, бұл көзі көкірегі соқырлардың ғана ісі деп ойлаймын. Сондықтан еліміздің жұртымыз аман болсын. Сырғанақ тамаша болып жатыр. Баршаңызға тек жақсы күндерде жолыққанша аман болыңыздар. Достар, сізбенен бірге болған қазақтың ақын баласы Біржан Байтуов 2-ші мегаполисқа бармен. 3-ші мегаполис Шымкентте түсіреді. Бұл Алматы 2-ші мегаполис. Жақсы сау болыңыз. Жақсы сау болыңыз.